Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге бүгін осылай тәп-тәтті болып шығатын уыздың жасалу жолын көрсетемін. Жаңа ғана сауылып келген сүтімді осылай марляның көмегімен ыдысыма сүзіп құйып алдым. Осы сүтімді газға қойып қайнатамын. Сәл қайнап бастаған соң осылай аз ғана сұйық май құям және шамамен 1-2 шай қасық қант салам. Жақсылап араластырып, қайнағанша газда ұстайтын боламын. Мінекей осылай болып қайнап пісті менің уыздарым. Енді осыны тарелкаға әдемілеп салып, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын.